Бір бай әйелі өлгеннен кейін өр көкірек тәкаппар бір жесірге үйленеді. Әйелдің өзіне ұқсаған мақтаншақ екі қызы болыпты. Ал байдың әрі сабырлы, әрі қайырымды мінезі өлген шешесіне тартқан бір қызы бары екен. Үйлену тойы бітер бітпестен өгей шешенің өрескелдік мінезі бірден байқалады. Ол өгей қызының сұлулығын, мейірімділігін күндеп, оны жек көре бастайды. Оның қасында өзінің туған екі қызы тым жексұрын еді. Соры қайнаған қызға өгей шеше үй жұмысының ең ласын істеткізеді. Қыз ыдыс аяқ жуып, табалдырықты сыпырып, еденді тазалайды. Өгей қыз үй шатырының астындағы шөптің үстінде ұйықтап жүреді. Ал әпкелері әп-әдемі, жиһазы мол сәнді бөлмелерде тұрып жатады. Бейшара қыз әкесіне мұңын шағуға бата алмай, осылайша жапа шегіп жүре береді. Тіпті мұңын шыққанның өзінде әкесі бәрібір оның өзіне ұрысқан болар еді. Өйткені ол кейінгі әйелінің айтқанынан шықпайтын. Қыз үйдің бар шаруасын бітіргеннен кейін ошақтың бұрышына тығылып, нақ күлдің үстіне отырады екен. Сол себепті оны күл бикеш деп атап кетіпті. Ал әпкелерінің ең үлкені, ең залымы, оны тіпті ылас бикеш деп атапты. Күлбикеш тозығы жеткен ескі көйлек киіп жүрсе де, үнемі құлпырып киінетін әпкелерінен 100 есе сұлу болыпты. Бір күні корольдің баласы үлкен бал ұйымдастырып, оған сол елдің бай, беделді адамдарын түгел шақырады. Күлбикештің әпкелерін де шақырады. Бұған қатты қуанған екі әпкесі киім таңдап, шаштарын әдемілеп сәндене бастайды. Не керек? Күлбикешке тағы бір қосымша жұмыс табылады. Әпкелердің көйлектерін үтіктеп, жағаларын крахмалдайды. Қуанышы қойындарына сыймаған әпкелері беліміз жіңішке көрінсін деп, 2 күндей тамақ ішпейді. Шырайын алып, айнаның алдынан шықпай қояды. Олардың бар ойы тек қалайда жақсы киіну болады. Мен өзімнің шілтерлі қызыл барқыт көйлегімді киемін, дейді үлкені. Ал менің үстімде алтын оқалы желбегей көйлегім болады, дейді кішісі. Ақырында әпкелері Күлбикешпен ақылдасады. Себебі ол қандай киімнің қонымды келетінін жақсы білетін. Күлбикеш көп ақыл кеңес айтып, тіпті екеуінің шаштарын өріп бермек болады. Әпкелері мұны қуана құп алады. Кіші әпкесі шашын тарап жатқан сіңлісіне: «Күлбикеш, сауық кешке барғың келе ме?» дейді. «Ту, мазақтағаныңды қойшы, маған онда не бар?» «Дұрыс айтасың. Лас бикеш, сауық кешке барсаң, саған жұрттың бәрі күлген болар еді». Әрине, басқа біреу болса, бұлардың мына сөздеріне ашуланып, шаштарын тарамай қояр еді. Бірақ Күлбикеш мейірімді ғой. Ол бастаған жұмысын үн-түнсіз жалғастыра береді. Қайта әпкелерінің шаштарын бұрынғыдан да әдемілеп өруге тырысады. Кешке қарай балға баратын уақыт жеткенде, апалы-сіңлілі екеуі қоңыраулы күймеге отырады да король сарайына жүріп кетеді. Күлбикеш көпке дейін олардың артынан қарап тұрып, күйменің қарасы үзілген кезде жылап жібереді. Сол кезде Күлбикештің жеңгесі қыздың қаласына келіп, оның не үшін жылап тұрғанын сұрайды. Барғым келеді. Еңіреп жылған қыз әрмен қарай ештеңе айта алмайды. Оның жеңгесі сиқыршы екен. Сонда ол: «Сенің сауық кешке барғың келеді ғой, солай ма?» дейді. «Барғым келгенде қандай?» дейді көз жасынан булыққан Күлбикеш. «Жақсы», дейді жеңгесі. «Айтқанымды тыңдайтын болсаң, сені балға жіберемін. Сондықтан қазір бақшаға бар да, маған бір асқабақ әкеліп бер». Күлбикеш бақшаға жүгіріп барады да, асқабақтың ең жақсысын жұлып алып жеңгесіне әкеп береді. Бірақ асқабақтың балға баруға қандай көмегі тиетінін біле алмайды. Сиқыршы әйел асқабақты ойып, ішін тазалайды да, тек сыртқы қабығын ғана қалдырады. Сосын өзінің сиқырлы таяғымен салып кеп қалғанда, асқабақ алтынмен апталған тамаша күймеге айналады. Содан кейін сиқыршы әйел тышқан аулайтын торға қарайды. Сөйтсе, оның ішінде 6 тышқан отыр екен. 6-ы да тірі. Әйел Күлбикешке тор қақпанның есігін аздап аш деп әмір етеді.
Тордан шыққан әрбір тышқанда әйел өзінің сиқырлы таяғымен ұрады. Тышқандар сол мезетте-ақ арғымақ атқа айналады. Лезде 6 арғымақ әзір болып арбаға жегіледі. Содан соң сиқыршы әйел арбакешті неден жасасам екен деп біраз ойланып қалады. Қақпанға егеу құйрық түспеді ме екен, барып көрейінші. Егер түссе, нағыз арбакеш сол болады, дейді Күлбикеш. Дұрыс-ақ, ендеше тез қарап келе ғой, дейді әйел. Күлбикеш барады да 3 егеу құйрық түскен қақпанды көтеріп алып келеді. Әйел үшеуінің ішіндегі мұрты ұзын біреуіне сиқырлы таяғын тигізуі мұң екен, егеу құйрық мұртты сымбатты арбакеш болып шыға келеді. Содан кейін ол Күлбикешке: енді баққа бар, сондағы су сепкіштің астынан 6 кесіртке табасың, соларды маған алып кел, дейді. Қыз кесірткелерді алып келген соң сиқыршы оларды малайға айналдырады. 6 малай алтын күйменің артына жайғасып отыра қалады. Сонда сиқыршы Күлбикешке: міне, енді балға баруыңа болады, разымысың, дейді. Әрине, жеңеше, бірақ мынандай кір-кір көйлекпен қалай барамын? Сиқырлы әйел таяғын Күлбикешке тигізуі мұң екен, үстіне кигені алтын күміспен оқаланған, асыл тастармен әшекейленген тамаша көйлек болады да шығады. Содан соң ол қызға бір пар жалт-жұлт еткен әдемі кебіс береді. Құлпыра киінген Күлбикеш күймеге отырады. Сиқыршы қоштасып жатып оған сауық кештен түн ортасынан қалмай кері қайт деп ескертеді. Егер сауық кештен бір сәт кешігіп шығса, күймесі бұрынғы асқабақ қалпына түсіп, аттары қайтадан тышқанға, малайлары кесірткеге, оқалы көйлегі ескі көйлекке айналады екен. Күлбикеш сауық кештен кешікпей уақытында қайтуға уәде береді де сарайға қарай жүріп кетеді. Ешкім танымайтын бір жас ханым келіп тұр деп король баласына хабар беріледі. Ол жедел сыртқа шығып, күймеден түсіп жатқан қызға қолын береді де оны қонақтар билеп жүрген залға ертіп апарады. Қыздың сұлулығына таңданған жұрт тым-тырыс бола қалады. Залдағы би кілт тоқтап, сыбызғылардың үні өшеді. Бұрыш-бұрыштан қандай сұлу Бикеш деген сыбыр-сыбыр сөздер естіледі. Тіпті корольдің өзі де қасындағы ханымына сыбырлап, көптен бері мұндай сүйкімді, мұндай сұлу қызды көрген жоқ едім дегенді айтады. Нақ сондай тамаша мата мен шебер тігінші табылса, өздеріне осындай көйлек тіктірмек болып, әйелдердің бәрі оның көйлегін мұқият зерттей бастайды. Король баласы Күлбикешті төрге отырғызып, артынша оны билеуге шақырады. Қызың жақсы билегені соншалық, жұрт бұрынғыдан бетер таңдана түседі. Дастарханға небір дәмді тағамдар әкелгенімен, король баласы олардың біріне де қарамастан, тек қасындағы сұлу қызы тамашалаумен болады. Күлбикеш бір кезде әпкелерінің жанына барып отырады да, олармен сыпайы сөйлесіп, король баласы берген апельсинді бөлісіп жейді. Алайда екі әпкесі оны еш танымағандықтан, бейтаныс Бикештің өздеріне айрықша құрмет көрсеткеніне бұрынғыдан да таңдана түседі. Осылай әңгімелесіп отырғанда қыз сағаттың 12-ге таяп қалғанын көреді. Ол қонақтарға басын иіп дереу сыртқа шығады. Оның балдан кетіп қалғанын көпшілік сезбей де қалады. Күлбикеш үйіне қайтып келгесін сиқыршы әйелге алғысын айтады. Ертеңде балға барғым келеді. Себебі король баласы және келуімді өтінді, дейді ол. Қыз сиқыршы әйелге король сарайында болған тамашаны айтып үлгергенше, әпкелері келіп есік қағады. Күлбикеш оларға есік ашып: «Ту, қалай көп жүрдіңіздер?» деп, жаңа ғана оянған адамша көзін уқалап ұзақ есінейді. «Егер сен балға барғаныңда ғой, қызыққа әбден кенелетін едің», дейді оған кіші әпкесі тамсанып. «Сауық кешке бір Бикеш келді. Тап ондай сұлу дүние жүзінде жоқ шығар. Ол бізбен өте сыпайы сөйлесті, апельсин берді». Күлбикеш төбесі көкке жеткенде қуанып, әпкелерінен ол Бикештің аты кім екенін сұрайды. Оның атын ешкім білмейді. Қыздың аты жөнін білген адамға король баласы не сұраса да беруге әзір дегенді айтады әпкелері. Күлбикеш жымиып күледі. «Апырай, ол соншалық сұлу ма? Оны көрген сіздер қандай бақытты едіңіздер? Маған да көруге болмас па екен?
Егер сонда бара қалғандай болсам, әпкетай, маған күнделікті үйде киетін сары көйлегіңізді бере тұрыңызшы, дейді Күлбикеш кіші әпкесіне жалынғандай болып. Қарай көр өзін, дейді әпкесі оның сөзін жақтырмай. Көйлегімді сендей кірғожалаққа қалай берем? Немене, мен соншалық есімнен танықпын ба? Күлбикеш оның бермейтінін біліп әдейі айтқаны еді. Сондықтан бермегеніне қуанбаса ренжіген жоқ. Ал егер әпкесі көйлегін берсе ше, ертең не істеген болар еді? Келесі күні әпкелері тағы да балға кетеді. Олардың артынан іле-шала кешегіден де құлпыра киінген Күлбикеш те жолға шығады. Король баласы қыздың қасынан шықпай жылы-жылы сөздер айтумен болады. Күлбикеш мейлінше көңілденіп, сиқыршы әйелдің ескертпесін ұмытып кетеді. Оған сағат әлі 11 тәрізді болып көрінеді. Бір кезде сағат 12-ні соға бастайды. Күлбикеш орнынан ұшып тұрады да сыртқа ата жөнеледі. Король баласы оның артынан қуады, бірақ жете алмайды. Күлбикеш жүгіріп бара жатқанда аяғындағы әдемі кебісінің біреуі шешіліп қалады. Король баласы кебісті жерден көтереді де сарай қақпасының түбінде тұрған күзетшіден қыздың қалай қарай кеткенін сұрайды. Киімі нашар бір жас қыздан басқа ешкім сыртқа шыққан жоқ, дейді күзетші. Күлбикеш күймесіз, қызметшісіз, ескі көйлегімен үйіне жүгіріп келеді. Оның сыңар кебісінен басқа сән салтанат киімдерінен түк те қалмайды. Әпкелері үйіне келгесін Күлбикеш: «Бүгін жақсы ойнап күлдіңіздер ме? Белгісіз сұлу қыз тағы келді ме?» деп сұрайды. Әпкелерінің айтуынша сұлу қыз бүгінде келіпті. Бірақ сағат 12-ні соққанда қаша жөнеліпті. Жолға аяғынан әдемі кебісінің бірі түсіп қалыпты. Ал король баласы қыздың кебісін қолына алып, сауық кештің аяғына дейін соған қараумен болыпты. Қысқасы, жас жігіт қызға өлердей ғашық болып қалған сыңайлы. Әпкелерінің айтқаны рас еді. Бірнеше күн өткеннен кейін король баласы жаршыларға жалтыраған әдемі кебіс кімнің аяғына дәл келсе, соған үйленетіндігін айтып, ел жұртқа хабар таратуды әмір етеді. Кебісті әуелі жас ханымдардың, содан кейін герцогинялар мен король сарайында қызметші қыздардың аяғына кигізіп көреді. Бірақ кебіс бұлардың бірде-бірінің аяғына шақ келмейді. Кебісті Күлбикештің әпкелеріне де алып келеді. Олар кебісті киюге қанша тырысқандарымен ебедейсіз үлкен аяқтарына еш сыйғыза алмайды. Мұны көріп отырған Күлбикеш өз кебісін танып күлім қағады. «Маған бере тұрыңыздаршы, аяғыма шақ келмес пе екен?» дейді ол бәсең дауыспен. Әпкелері қарқылдап күліп, оны мазақтай бастайды. Қыздардың аяғына кебісті өлшеген сарай қызметшісі Күлбикешке зер сала қарап, оның жап-жақсы қыз екенін бірден біле қояды. Қызметші маған бұл кебісті король өзінің қол астындағы елдің қыздарына түгел өлшедеп бұйрық берген, дейді. Сосын Күлбикешті отырғызып қойып, аяғына сыңар кебісті кигізіп көреді. Кебіс оның аяғына дәл келе кетеді. Әпкелері аң-таң. Күлбикеш қалтасынан екінші кебісті суырып алып аяғына кигенде, олар тіпті қайран қалады. Тап сол кезде сиқыршы әйел келеді де өзінің таяғымен Күлбикештің көйлегін түртіп жібереді. Сол-ақ екен, оның көйлегі құлпырып шыға келеді. Әпкелері балда болған сұлу қыздың Күлбикеш екенін сонда ғана біледі. Олар оның аяғына жығылып өздерінің өрескел қылықтарына кешірім сұрайды. Күлбикеш әпкелерін жерден тұрғызып, беттерінен сүйеді де шын жүректен кешірдім. Бірақ мені әр уақытта жақсы көріңіздер деп өтінеді. Күлбикешті құлпырған сән салтанатты киіммен король сарайына алып келеді. Корольдің баласына қыз бұрынғысынан да әдемі болып көрінеді. Сөйтіп, бірнеше күннен кейін олар үйленеді. Өзі қандай мейірімді болса, нақ сондай сұлу болған Күлбикеш көп ұзамай әпкелерін сарайға шақырып, оларды да король сарайының беделді екі қызметшісіне күйеуге ұзатады.